Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін тағы мен, НЛ компаниясының менеджері Алтынай. Денсаулық зор байлық деп айтамыз. Сол денсаулықты сақтау үшін алдын ала не істеуге болады? Неге қазір біздің қоғамда ауру адамдар көбейіп кетті? Ауырсаңыз әрине дәрі ішесіз. Дәрі бір жеріңізді емдесе, екінші жеріңізді бүлдіріп жатады. Сонда қайтпек керек деген сияқты сұрақ көп. Бір адамның басында бірнеше ауру бар. Әр ауруға жеке-жеке дәрі ішкенше бірнеше қоянды бір оқпен атқандай, тек бір ғана өнім барлық аурумен қалай күресе алатынын айтатын боламын. Видеоны аяғына дейін қарап, арнаға жазылып, қолдап кетіңіздер. Бұл дәрі емес, бат та емес, табиғаттың бізге берген сыйы, тағамдық өнім, ағзаны жасушалық деңгейде қорғап қалпына келтіретін, құрамында Менделеев кестесіндегі 70-тен аса микроэлемент, 18 амин қышқылы және 10-ға жуық витамин мен минералы бар, адаптоген, гумин және фульво қышқылдарынан тұратын табиғаттан алынған табиғи өнім биадрон туралы айтатын боламыз. Бұл өнімді не үшін ішуіміз керек? Тоқталып өтейін. Ауа, су бізге қандай қажет болса, дәл осы өнімде бізге сондай керек өнім. Гуминдік заттар мыңдаған жылдар бойы жер астында жатып түзілген және оттегінің зиянды әсеріне түспеген өсімдіктердің қалдықтары. Жаңа айтып өткендей, гумин және фульва қышқылдары біздің денемізді жасушалық деңгейде қалпына келтіреді, яғни бүкіл ағзамен әр жасушамен жұмыс жасайды. Бүкіл ағзаны бақылап, ағзаға керек емес заттардың бәрін шығарып, зат алмасуды реттеп отырады. Табиғатта олар тек табиғи түрде болады, өйткені оларды химиялық зертханаларда жасау мүмкін емес. Гумин қышқылдары байланыстырушы қызметін атқарады. Өкпеге суық тию, тұмау, жөтел, мұрынның бітелуі, мұрыннан су ағу, тағы басқа да аурулар кезінде ағзаға түскен бактериялар мен вирус молекуласын қоршап алып, жасушаға енуіне кедергі жасайды, көбеюге мұрша бермейді, олардың көзін жояды. Енді антибиотиктің күші бар, пайдалы микрофлораны өлтірмейді, иммунитетіңізді көтереді, нәтижесінде аурудың беті тез қайтады. Коронавирус кезінде естеріңізде болса, дәріханада дәрі жоқ, дәрі болса да көмектеспей қаншама адамдар өмірден өтті. Сол кезде биадронды қабылдаған адамдар тез аурудан айығып жатты. Енді онкология ауруына да шалдыққан адамдар химиядан кейін тез қалпына келу үшін ішеді, химиялық радикалды элементтерді сіңіріп, жасушаны зақымданудан қорғайды, рак клеткаларын жояды. Асқазан ішек жолдарын скафандр сияқты қорғайды, таңертең аш қарынға ішу себебі де сондықтан. Асқазанның түгін қалпына келтіреді, тағаммен бірге түсетін нитраттар мен канцерогендерді өткізбейді, ауыр металдардың тұздарын ішектен тазартады және оларды денеден шығарады, ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Енді фульва қышқылы жеткізуші қызметін атқарады, яғни ішетін дәрумендеріңізді жететін жеріне жеткізіп, сіңімділігін 5 есе арттырады. Сол үшін қандай да дәрумен қабылдасаңыз да биадрон қосып ішіңіздер. Қартаюға қарсы әсері бар, жасушаларды жаңартып отырады. Антиоксидант қасиетке ие, детокс кезінде бірге ұсынатыны да сондықтан шлак токсиндерді шығарады. Ағзадағы сынап, қорғасын, кадмий сияқты ауыр металдар мен радиоактивті заттарды алдымен жасушадан, содан кейін ағзадан шығарып тастайды. Енді биадронның тағы да бір қасиеті энергия береді. Энергетикалық сусындардың орнына осы биадрон ішіп жүрсеңіздер, әр жасушаңызды зарядтап отырады. Қайдан күш аламын деп шаршап жүрсеңіз, биадрон ішіңіздер. 1 моль фульва қышқылы 14 тетратриллион электролит бере алады, 14-тің аяғында 21 нолі бар. Яғни биадрон қабылдағанда күш қуатыңыз артады, дене кез келген жұмысқа дайын, төзімді болады. Қытайда олимпиадаға қатысатын спортшыларға гумин фульва қышқылдарын береді.
Соның арқасында спортшылары шапшаң, жылдам қозғалады. Енді бұл допинг емес, биадрон азық-түлік өнімі ретінде тіркелген. Сол себептен де оларға ешкім ештеңке дей алмайды. Сіз гумин қышқылын ішпей тұрып турникке 10 рет тартылсаңыз, ішкеннен кейін ағзаңыздың әр жасушасы зарядталып 15-20 рет тартылатын боласыз. Бұдан шығатын қорытынды қандай жұмыс жасасаңыз да шаршатпайсызды тың ұстап тұрады деген сөз. Енді биадронның ішінде магний бар, ол мидың жұмысын жақсартады. Цинк бар, жұмыс мүшелерін жетілдіреді. Калий жүрек қан-тамыр жүйесінің жұмысын реттейді, тромбтардың түзілуін болдырмайды. Тері, тырнақ, шаш структурасын қалыпқа келтіреді. Тіпті биадронды үзбей ішкен болсаңыздар, ағарып кеткен шаштарыңыз қарайғанын көресіздер. Бүйрек бауырдағы зат алмасуды жылдамдатады, олардың жұмысына көмектеседі, тазартады. Осы биадронды үзбей ішіп, бүйректегі, өттегі тас үгіліп шықты деген клиенттердің де пікірлері көп. Стресс гормондарын реттеуге қатысады, қышқылды сілтілі балансты қалыпқа келтіреді, жаралар мен ойық жаралардың жазылу процесін жылдамдатады, терінің сыртына да жағуға болады. Псориазға, аллергияға қарсы, ағзаны аллергия туғызатын заттардан тазартады. Сезондық аллергияңыз болса, алдын ала ағзаңызды дайындап, қабылдай берсеңіздер де болады. Ағзадан зиянды холестеринді кетіреді, қандағы қантты ыдыратады. Астма кезінде де осы биадронды, зобқа да осы биадронды ұсынып жатады. Шет елде жиі саяхаттайтын адамдар өздерімен бірге алып жүруі керек, себебі сағат белдеулері ауысқан кезде ағзаның тез бейімделуіне жақсы көмектеседі. Егер сіз операцияға дайындалып жүрсеңіз, немесе операциядан кейінде биадрон ішсеңіз, ағзаңыз тез қалпына келеді. Компания енді жүкті және бала емізетін әйелдерге болмайды деп жазған, себебі компания өнімді бұл санаттағы адамдарға тексермейді. Бірақ та бұл табиғаттан шыққан тағамдық өнім болып табылатындықтан балаларға, жүкті әйелдерге және бала емізетін аналарға қауіпсіз, тіпті токсикоз кезінде де жақсы көмектеседі. Аяғы ауыр аналарға өздеріңіз білесіздер, антибиотик ішуге болмайды. Егер ауыра қалса, балаға да өзіне де зияны жоқ, ауруға тойтарыс беретін, иммунитет көтеретін жалғыз осы биадрон өнімі. Дозадан артық ішіп қойдым демейсіз, үзбей ішуге де болады. Емдеу курсы жоқ. Бұл өнім Краснояр өлкесінің Ачинск кен орнында өндірілген. Мынандай 28 монодозадан тұрады. Бір монодоза 2 мл. Профилактикалық мақсатта бір монодозаны 100-150 мл суға араластырып, таңертең аш қарынға ішесіздер. Сіздерге енді биадронның қалай дайындалатынын көрсетіп берейін. Осылай алып, басын осылай ашасыздар. Одан кейін 100-150 мл суға битіп араластырасыздар. Енді бұның қоңыр түсі демесеңіздер, ешқандай дәмі жоқ. Таңертең аш қарынға ішіп аласыздар. Емдік мақсатта дозаны көбейтесіздер. 15 кг салмаққа бір монодоза. Егер сіздің мысалға 50 кг болса салмағыңыз, 3 монодозадан кем ішпейсіздер. Ағзаның қаншалықты шлак токсинге толып тұрғанына, яғни ластануына байланысты әр ағзаға әртүрлі әсер етеді. Енді бұл өнімді халық білуі керек. Берілген ақпаратты таныстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Кім біледі, бәлкім сіз бөліскен ақпарат бір адамға көмегі тиіп қалар. Енді осы табиғаттан алынған бір ғана өнім сіздің бірнеше ауруыңызды емдеп берсе, қаншама химикат, дәрі-дәрмек ішіп керегіне. Өнім туралы сұрақтарыңыз болса, астына байланыс нөмірлерін қалдырамын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.